Бәріне сәлем, менің атым Бауыржан және бұл Бокаплей арнасы. Арнаға тіркеліп, колокольчик басып, лайк басып, арнаны қолдап отырамыз. Кеттік. Мен ютубта бизнес туралы видеолар шығарамын. Оны көрген адамдар әдетте ол 25-30 жастағы ересек адамдар. Інім, сен бизнес жайында не білесің? Жасың не бар 18-де ғой дейді. Қазақта бір сөз бар ғой, олар елдің баласы 13-інде ермін дейді. Сөнер елдің баласы 30-ында жаспын дейді. Мен 18-де болсам да, өмірімнің жолдары қисық болғанынан ба, әйтеуір бизнеспен жас кезімнен қызығып кеттім. Мен ең алғашқы бизнесім қоян асырап сату болатын. Ол кезде жасым 12-13 жас аралығында еді. Ауылда болғандықтан біздің үйде мал шаруашылығы да болатын. Қой мен сиыр. Маған мал бағу мүлде ұнамайтын, бірақ амал жоқ болды. Мал бағуды үйрендім. Көкем өзінің жас кезінде 10 шақты сиыр асырағаны туралы айта беретін. Оның сүйікті фразасы: "Мен оқуымның ақшасын төлеу үшін 10-даған сиыр, тобыр қой мен жылқы асырағанмын. Ал сен бір сиырға дұрыс қарай алмайсың." Маған бұл әрқашан күлкінішті көрінетін. Мен тақырыптан ауытқып кеттім ау деймін. Сонымен, мен 13 жасымда көкемнің үйінен қоянның көжектерін әкелдім. Оларды өсіріп, сатып, бизнеске айналдырған ем. 2 қояннан 3 айда 10 қоянға жеткенде, қоян асырау тым көп уақыт алатын. Сондықтан мен оларды сатып, бұл бизнесті жауып тастадым. Ауылда бизнес ондай көп ақша әкелмейді. Сондықтан мен 14 жасымда Барыс мейрамханасына официант болып орналастым. 2 күннен кейін мен жұмыстан шығарып жіберді. Енді осы жерден бастап ең қызығы басталады. 15 жасымда мен өзімнен 1 жас үлкен ағам Дулат және 3 жас үлкен Бақтыбек ағаммен бірігіп, көкемнің дүкенінің артында пиво, шашлык, қымыз сататын дәмхана аштық. Бақтыбек ағам шашлык пісіретін және кассадағы ақшаны күнделікті есептейтін. Дулат ағам отын жаратын, бірақ тек үлкен ағаштарды ғана. Қалғанын мен жаратынмын. Себебі Дулат ағам өте күшті болатын. Ол не дегенімен өз мектебінің атаманы етін. Қалған жұмыстың бәрін мен істейтінмін. Пияз ашу, нан турау, стол жинау, темекінің қалдықтарын жинау. Компаниядағы шигол болу оңай емес. Ал бизнес өте жақсы жүрді. Табысымыз өте көп болатын, бірақ ол кезде біз жас бала болдық және қаржылық сауаттылығымыз өте төмен болатын. Себебі бізді үйрететін ешкім болған жоқ. Ал қазір мен сіздерге өзімнің видеом арқылы қаржылық сауаттылықтың не екенін үйретіп жүрмін. Керемет емес пе? Біздің қаржылық сауаттылығымыз нашар болғандықтан біз тапқан ақшамыздың көп бөлігін қыдыруға құртатынбыз. Біздің қатарластарымыз ондай ақшаны түстерінде де көрмеген. Одан кейін күз келді, мектеп басталды, сондықтан біз ол бизнесті де жаптық. Сосын 10-шы сынып оқып жүргенде мен ютубта канал ашып, летсплей түсіріп бастадым. Менде 1000 подписчик болғаннан бастап, басқа ютуберлерге жарнама жасау арқылы ақша тауып жүрдім. Оның үстіне ютубтың өзінен де ақша түсетін. Ол кезде ютубтың партнері болу үшін 100 тіркелуші және 3000 просмотр болса жеткілікті еді. Ал қазір минимум 1000 подписчик және 4000 сағат видеоларымды көру керек. 4000 сағат деген шамамен 120-140 мың просмотр. Қазір ютуб бастау қиын. Сосын мен оқуға түстім, өте көп уақыт өтті. Одан кейін мен Алматыдағы Есентай резиденциясындағы Ханы мейрамханасына жұмысқа тұрдым. Бұл бизнес емес. Жоқ, негізі бизнес, бірақ мен бизнесім емес еді. Мен онда жалға жұмыс істедім. Негізі мейрамхана бизнесінен өте көп ақша табуға болады. Мейрамханаға Қазақстанның жұлдыздары келетін, әртүрлі шетелдіктер, байлар мен байдың ұл-қыздары келетін. Ол жақта бір отырғанда адамдар 100 мың, 200 мың теңгеге тамақ ішіп кететін. Официанттарға чаевой өте көп қалдыратын. Қысқасын айтқанда, элитаға арналған ресторан болатын. Ол жерде жұмыс істегенде мен көп адамдармен таныстым. Ресторанның қандай болатынын көрдім. Болашақта мүмкін менде жеке рестораным болады деген ойдамын. Ал қазір мен университет оқып жүрмін. YouTube арнамды дамытып жатырмын. Сондықтан үлкен ағалар, мені жас әрі бизнестен хабар жоқ бала деген сөздеріңіз жұмсақ тілмен айтқанда шындыққа жанаспайды. Достар, егер осы видео ұнаса лайк басамыз, ұнамаса да бас, себебі мен красавчикпін. Ал сіздермен болған Бауыржан және бұл Бокаплей арнасы. Келесі видеода кездескенше. Хочу сказать